Құрметті әділ қазылар алқасы, тыңдаушылар, мен Мұзафарқызы Ажар, Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысымын. Бүгінгі ұсынып отырған жобамның тақырыбы «Болашақта мен кім болам?». Жұмысымның мақсаты құрбы-құрдастарыма мамандық таңдаудың жолдарын ұсыну, бағыт-бағдар беру, қолдау көрсету. Міндеттері: ақпараттар жинақтау, бағдарлау әдістеріне тоқталу, өзімнің болашақ мамандығыммен таныстыру. Сұрақ-жауап әдісі арқылы мамандығым жайлы баяндап берсем. Біріншісі, мамандық дегеніміз не? Екіншісі, мамандық таңдауда кімнің көмегі қажет? Үшіншісі, неліктен мен бұл мамандықты таңдадым? Мамандық дегеніміз не? Ол адамның белгілі бір қызмет атқаруына мүмкіндік беретін материалдық не рухани өндірісте алған білімі мен өмірлік дағдысының жиынтығы. Мамандық таңдау адам өміріндегі ең жауапты кезең. Бұл жайлы елбасымыз өзінің «Жаңа ғасырдағы қазақ жастары қандай болу керек» атты мақаласында арнайы тұжырым жасаған. Яғни адамның қадірлі болатыны, табысты болатыны, оның өз мамандығының шыңына шығуына байланысты деген. Мен де бұл тұжырыммен толықтай келісемін. Себебі мамандық таңдау жасөспірім кездегі адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі. Бұл жайлы ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың «Адам өз өмірінде екі нәрсені таңдауда қателеспеуі керек» деген. Біреуі жар таңдау, екіншісі мамандық таңдау. Қазіргі таңда 11-ші сынып оқушысымын. Алда тұрған мақсатым таңдаған мамандығымның грант атану. Мектеп психологы тарапынан арнайы жұмыстар жүргізілуде. Алайда толыққанды ақпаратты біз өзін-өзі тану сабақтарынан аламыз. Екінші сұрақ төңірегінде мен мамандық таңдауда кімнің көмегі қажет, нені ұстану қажет деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Ол ең алдымен отбасың, ата-анаң, одан кейін сынып жетекшің, мектеп психологы, соңғысы құрбы-құрдастарың. Нені ұстану қажет? Ол тек бір мамандықтың шектелмей, оның радиусына қарау қажет. Ол үшін біздерге бұқаралық ақпарат көздері, интернет парақшаларын және де мамандық таңдау мектебі сияқты кездесулер, тағы да басқалары қажет болады. Ал сабақ барысында ұлағатты дәйек сөздердің тәрбиелік мәнін түсіну, болашақ кәсіби қызметімізге ұран ретінде таңдап алу, арнайы тапсырмалар орындау, мектеп психологы тарапынан жүргізілетін тренингтер мен сауалнамаларға қатысу. Үшінші сұрақ: неліктен мен бұл мамандықты таңдадым? Ең алдымен қалай десек те өміріміздің 3-тен 1-і жұмыста өтеді. Сондықтан таңдаған мамандығың жүрек қалауымен қызықты болуы керек. Жұмыссыздық мемлекеттің өзекті мәселесі. Келешекте жұмыссыз қалмауды көздеу керек. Мамандықтарға сұраныстың тез өзгеруі, бірақ мен таңдаған мамандық ең қажетті, ең киелі мамандық. Төртіншіден, менің ойымша өзіндік орын әсер ететін, ол үлгі алатын, тұтатын адамның болуы. Әрине, мұғалім бейнесі. Осы үшінші сұрақ бойынша жүргізген сұхбатқа назар аударсаңыздар. Біз Жамбыл Ақылбаев гимназиясының 11-ші сынып оқушылары Мұзафарқызы Ажар, Зерикбаева және Елімбай халыққа қызмет көрсету бөлімі қызметкерлерімен сұхбат алған ендеше бірге сұхбат алайық. Халыққа қызмет көрсету бөлімінен Ғазула Бибіграматаевадан сұхбат аламыз. Сіз мамандығы өздеріңіз қоймағасыз ба? Әрине. Бұл мамандықты таңдағаныңызға не себеп болды? Не себеп болды? Мен осындай халқы көп, халыққа мұқтаж адамдарға қызмет көрсетуге әрдайым әр үшін мамандық таңдап, өз берген халқыма көмектесуге дайынмын. Сіз өзіңіз адамдарына яғни қызмет ете аламыз ба? Шама дегенше Осы жұмысты қызылдарын дұрысы болашақ сіз мамандық таңдайтын оқушыларға не істейсіз? Бізге қазір Қазақстан цифрлы Қазақстан болып жатыр. Соған жүйесін
Мектепте өзіндік зерттеу жүргіздім. Болашақ мамандығымның қыр-сырын білу мақсатында мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің саны 9. Ішінде әйелдер 6, азаматтар 5 екен. Барлығы жоғарғы білімді, сонымен қатар 3 филология ғылымдарының магистрі бар. Қаншама ізбасарлар тәрбиелеген, қазіргі таңда осы пәннен сабақтар беруде. Біліктілік сапасы педагог мастер 1, педагог зерттеуші 1, педагог сарапшы 5, педагог модератор 2. Байқау қорытындылары бойынша жыл мұғалімі 2, ең үздік авторлық бағдарлама 2, тіл жанашылары 2, Қазақстан Республикасының үздік педагогы 1, бірнеше олимпиада, ғылыми зерттеу жобаларының жеңімпаздары. Зерттеу жұмысы бойынша менің тұжырымым, менде осы ұлағатты ұстаздар сияқты тіл маманы болсам демекпін. Сол себептен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығын таңдап отырмын. Талапкер үшін мамандық таңдаудағы 7 басты қадам. Байыппен бағдарлай біліңіз, дұрыс шешім өз қолыңызда, бейімділігіңізді ескеріңіз, өзіңізді сынап көріңіз, сұранысты да назарда ұстаңыз, мамандардың пікіріне құлақ асыңыз, қорытынды шешім өзіңізде. Сөзімді қорыта келе айтатыным, болашақ мамандық таңдауда адам өзінің барлық қабілеті мен мүмкіндіктерін ескеріп, жан-жақты етіп таңдағаны дұрыс. Тыңдағандарыңызға рахмет.